Ассаламағалейкум. Қалдарыңыз қалай, баршаларыңызға рахмет. Міне әлі сол зираттың басындамыз, сол кеше кеткеннен. Мынау жердің қатқаннан кейінгі мұздың соның нәтижесі міне. Кемінде 15 сантиметр бұл қатқаннан кейін. Ал кеше су мына фундамент үстінде тұрған. Міне нәтиже деген. Алланың арқасында, қасындағы жігіттердің арқасында міне екі помпа түні бойы тоқтамай істеп тұр. Бір рет әкеліп берді бензинді. Емчестер қалған өзіміз әкеліп құйып отырмыз. Енді қазіргі уақытта осы зираттың басындамыз әлі. Бензин жағынан көмектесіп берсеңіздер, ыңғайларыңыз келсе рахмет. Ал нұр үстіне нұр болар еді. Міне нәтиже кешегі су қандай, бүгінгі қандай. Міне жердің судың жолдарын ашып жатыр. Ребята, нужны парни. Мужики надо, мужики. Мешковать надо. На жібек жолы мужики надо, жігіттер. Аз қаптайтын жігіттер. Солдаты просто мало там таскают, они дамбу строят. Вот. Здесь мешковать надо всем. Лопаты все есть, мешки есть, песок есть. Человеческий ресурс надо. 6-й микрорайон, жібек жол. Давайте, жігіттер, подходим.